Біз бүгін кішкентай ғалым боламыз және біз зерттеу жасаймыз, иә? Бүгін біз ағаштың қасиетін білетін боламыз, жарай ма? Енді алдарыңызда не тұр, балалар? Мынау не? Темір, иә, ол яғни. Ал темірлеріңді суға сала қойыңдар. Не болды темірге? Судың бетінде тұр ма, астында тұр ма? Астында. Бұл батып кетті, е, өйткені? Ал енді қағаздарында сала қойыңдар. Қағаздарында, салыңдар, е. Ал енді балалар қараңдарш, қағазымыз батып кетті ма, судың бетінде тұр ма? Батып кетті, е. Ал енді матамызды салайық суға. Балалар, мата батып кетті ме, жоқ па суға? Батып кетті. Батып кетті. Енді ағаштарын сала қойыңдар. Жай сала салыңдар. Ал ағаш неме істеп тұр, балалар? Ал балалар, ағаш батты ма суға, жоқ па? Жоқ. Батқан жоқ, е? Судың қай жерінде тұр ол? Астында ма, үстінде ме? Үстінде. Ол өйткені қандай, балалар? Жеңіл. Біз бүгін білдік. Ағаштың бірінші қасиетін білдік. Ол жеңіл, е? Қандай қасиетін білдік біз? Жеңіл. Ағаш бізде жеңіл екенін білдік, е? Қараңдар, мынау не? Балалар, суретке қараңдаршы, не бұл? Ол неден жасалған? Ағаштан. Өйткені қайықты неден жасау керек сонда? Ағаштан. Ол не істейді? Суға бата ма, жоқ па? Батпайды, дұрыс. Өйткені ол қандай? Жаңа біз айттық, қандай ағаш бізде? Жеңіл. Ал балалар, сендердің алдарына не тұр? Мынау не, балалар? Не мынау? Қарындаш, я? Ал қарындашты алып тазалаңдарш. Біз суретті жақсы салу үшін біз қарындашты тазалаймыз, я? Ал балалар, ағашпен жұмыс жасау оңай ма, қиын ба? Оңай. Енді біз ағаштың бірінші қасиетін білдік. Ол қандай? Ағаш қандай? Жеңіл, е? Жеңіл. Екінші қасиеті қандай? Онымен жұмыс істеу қиын ба, оңай ма? Оңай. Өйткені сендер өздері отырып, ағаштың несін, қарындаштың несін аршып болдыңдар. Су ыстық, қайсысы салқын болып қалды. Ал енді бір кесе алып көріңдерші суларını. Ал Ғибрат айта ғой, сенің кесеңде су ыстық па, салқын ба? Салқын. Салқын. Ақниет, сенің кесеңде ше? Ыстық, я? Яғни не түсіндік біз балалары? Ағаш кеседе су ыстық көбірек сақталады, я? Бірінші қасиет қандай ағаштың? Жеңіл, я, өйткені одан біз қайық жасауға болады, я? Екінші қасиет қандай? Оңай, өйткені сендер отырып өздерің жұмыс жасадыңдар, я, қарындашпен? Үшінші қасиет қандай деп айттық жаңа? Қай кеседе көбіректеу су ыстық сақталды? Қай кеседе? Ол кесе қандай? Неден жасалған? Ағаштан жасалған кеседе су көбіректеу ыстық болып сақталады, я?